Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз химия пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде зат мөлшері және психометриялық есептеулер бөлімдері бойынша жиынтық бағалау. Бұл жалпы 2-ші тоқсанның 1-ші БЖБ тапсырмалары. Тапсырманы орындайық. Молекулалар саны 3,1 оның жалпы 23 дәрежесіне тең көмірқышқыл газының зат мөлшері және зат массасын есептеңіз деп жалпы бізге берілген екен. Бұл жерде бізде дұрыс жауап 0,5 моль және 22 грамм болады екен. Жалпы дұрыс жауап. Келесі екіншісі, мыс 2 оксидін сутекпен тотықсыздандыру нәтижесінде 4 грамм таза мыс алынған болса, реакцияға түскен мыс 2 оксидінің массасын зат мөлшерін табыңыз деп бізге берілген екен. Мыс 2 оксидінің сутекпен тотықсыздану реакциясының теңдеуін жазыңыз деген. Бұл жерде жалпы мыспен және сутектің жалпы тотықсыздану реакциясының барлығы жазылған екен. Осы жерден қарап кетсеңіздер болады. Мыс пен оттек және сутек және су барлығы көрсетілген. Осы жерде элементтері барлығы жазылған. Мыс 2 оксидінің массасын есептеңіз деген. Бұл жерде барлығы толықтай жазылған. X2 тең болады 42 көбейтілген 80, оның жалпы бөліп жібереміз. Жалпы қысқартамыз. 10 дәрежесі 64/8 тең болады 52. Ал жалпы хлорға келетін болсақ, ойбай кешіріңіздер, X мольге келетін болсақ, астында 1, ал бұл жерде 4 грамм, 64 грамм. Мыс 2 оксидінің зат мөлшерін есептеңіз деген. Бұл жерде X тең 1 көбейтілген 4 және 64. Бұл жерде жалпы тең болады 0,10 мыңнан 625 моль. Келесі 3-ші тапсырма 273 жалпы 0 градус температурамен 101,3 жалпы қысымда өлшенген 1 моль газ 22,4 литр көлем алады деген. Бұл бізде Авогадро заңы деген. Атомдардың мен молекулалардың берілген моль санын қалыпты жағдайда алатын көлемдерімен сәйкестендіріңіз деген. Енді сәйкестендіре кетейік. Бізде жалпы 10 моль аммиак молекуласы, бұл бізде 224 моль. Келесі бұл 0,176 моль сутек атомы, бұл бізде 16,8 моль. Келесі бұл 0,5 моль аргон атомы, бұл 11,2 моль. Төменде де барлық жалпы осының жауабы жазылып тұр. Төменде қарап кетсеңіздер болады. Келесі 4-ші тапсырма, белгісіз газдың сутекпен салыстырмалы тығыздығы 15-ке тең. Осы газдың молярлық массасын табыңыз деп бізге берілген екен. Бізде сутек тең болады бізде 15. Бізде жалпы бұл элемент белгісіз. Ал келесі бұл mR тең 15 көбейтілген 1 көбейтілген 2 тең 30 грамм моль болады екен. Белгісіз қысым және температурада азот пен сутекті тікелей әрекеттестіріп аммиак алуға болады. Аммиак синтезінің алыну реакциясының теңдеуін жазыңыз деген. Бізде бұл жерде жалпы көрсетіліп кеткен аммиак синтезінің алыну реакциясы жалпы теңдеуі. Қазір енді бұл жерде сәл қате кетіп қалуы мүмкін. Енді әрине бұның барлығын дұрыстайтын боламыз. Аммиак синтезінің жалпы алыну реакциясы барлығы осылай. Қазір барлығын көрсетіп кетемін.
Міне құрметті оқушылар, дәл осылай жазып аласыздар. Енді менде бұл жерде сәл қателіктер кетіп қалған екен, айып етпеңіздер, осылай жазып аласыздар. Аммиак синтезіндегі газдардың көлемдік қатынасын анықтаңыз деген бізде дұрыс жауап жалпы осы. Құрметті оқушылар, енді біз әрине дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Бізде толық балл 11 балл. Осы 11 балдың толықтай 11 балын жинап өткен болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда екінші БЖБ тапсырмаларын шығаратын боламын. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалауды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.